Қазақстан Орта Азияға тартылатын шетелдік инвестициялар көлемі бойынша көш басында тұр. Тәуелсіздік жылдары ел экономикасына құйылған 320 миллиард доллар осы сөзге дәлел. Өткен жылы шетелдік инвестициялардың жалпы ағыны 24,3 миллиард доллар болып, 2017 жылмен салыстырғанда 16%-ке өскен. Бұл біздің ұжым болып атқарған жұмысымыздың нәтижесі дейді Қазақ Инвест компаниясының өкілдері. Ғабит Бөкенбай жалғастырады. Елімізге инвестиция тарту үшін жасалып жатқан жағдай күннен күнге жақсарып келеді. Заңнама жетілдіріліп, салық жүйесі кедендік бақылау мен визалық режим жеңілдетілді. Үкімет жалпы ішкі өнімнің 30%-ын шеттен келетін инвестиция құрауы тиіс деген міндет қойған. Қазақ Инвест компаниясы алдағы уақытта елге шеттен келетін инвестиция көлемін 2 есеге арттыру арқылы осы міндетті іске асырмақ. 2019 жылдың 11 айдың көлемінде 11 инвестициялық іс-шаралар өткізілді. Оның шеңберінде 334 кездесулер өткізілді. Инвесторлармен, шетелдік бизнес құралдарымен және де 65 келіссөздер жоғары деңгейде өткізілді. 2017 жылы құрылған компания шеттен келген инвесторлардың қолдаушысы әрі қорғаушысы функциясын атқарады. Бүгінгі таңда компания сыртқы істер министрлігінің құрамында қызмет атқаруда. Алпауыт мемлекеттерде өкілдіктер ашылған. Алматыда, Қызылордада, Қарағандыда инвестфорумдар өтті. Жалпы жылдың басынан 14 миллиард доллардан асатын 105 құжатқа қол қойылды. Қазір Қазақ Инвест ақпараттық бақылау жүйесіне шетелдік инвесторлардың қатысуымен жалпы құны 54,3 миллиард ақш доллар болатын 228 жоба бар. Оның ішінде 46 миллиард ақш доллар сомасына 168 жоба жоғары деңгейде пысықталып жатыр. Ғабит Бөкенбай, Бақтияр Омаров, ұлттық арна.